Барыңызға сәлем достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге граноланың рецептісімен бөлісемін. Гранола білесіздер, дүкенде өте қымбат тұрады. Өйткені дәмді, әртүрлі жаңғақтар қосылып жасалады. Егер таңғы асқа жейтін болсаңыз, күні бойы энергияға толы болып жүресіз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ең алдымен ыдысқа сары майды саламыз. Сары май жаңағы 82%-дан майлығы кем болмауы керек. Оны жақсылап ерітеміз. Оттың асты жай болып шығып тұруы қажет. Одан соң еріген сары майды жаңағы оттан түсіреміз, бөлек жерге қоямыз. Одан соң үстіне табиғи бал саламыз. Міндетті түрде табиғи балды қолданыңыздар. Қолдан жасалған дүкендегі балды салатын болсаңыз, оны қазір еріткен кезде ешқандай да пайдасы болмайды, және де консистенциясы видеодағыдай болып шықпай қалады. Сол себептен де табиғи балды қолдануға тырысыңыздар. Жақсылап біркелкі болғанға шейін араластырамыз. Одан соң дәміне қарай корица саламыз. Егер сіздерде корица болмаса, оны салмай қоюға болады. Бірақ біліңіздер, корица салсаңыздар, оның иісі де, жаңағы дәмі де өте керемет болып шығады. Салуға кеңес етемін. Корица барлық дүкендерде сатылады. Тағы да біркелкі болғанға шейін жақсылап араластырамыз. Енді осы ыстық сироптың үстіне сұлы жармасын саламыз. Тек қана сұлы жармасы болу керек. Өйткені кейбір дүкендерде жаңа қораптың ішінде тек қана сұлы емес, жүгері, тағы да басқа жармаларды қосып сатады бірге. Ол гранолаға үйлеспейді және келіңкіремейді. Сол себептен де таза сұлы жармасы, яғни таза овсянканы осы сиропқа салуымыз қажет. Жақсылап біз араластырамыз. Мен байқасаңыздар, барлық жарманы бірден салған жоқпын. Жайлап араластырып, біркелкі болғаннан кейін барып, қалған жарманы салдым. Және де мен жарманы жуған жоқпын. Өйткені бұл қорапта дайын тұрған жаңағы таза жарма. Сол себептен де оны жуу міндетті емес. Сапалы түрін алуға тырысыңыздар. Барлығын біркелкі болғанға шейін араластырамыз осылай. Енді противеннің үстіне пергамент қағазын төсейміз. Осы жарманы, жаңа сиропқа араласқан жарманы жақсылап саламыз. Жарманы видеода көрсетілгендей осылай орналастыру қажет. Кішкене үстін басын қараңыздар, және де барлық бұрышына жететіндей қылып жайып шығамыз. Пешті 10 минут бұрын 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пешке осы жарманы саламыз. Шамамен 20-30 минуттай пісіреміз. Бірақ ескеретін өте маңызды бір жайт бар. Әрбір 5 минут сайын осы противенді шығарып пештен граноланың шетін ортасына қарай жылжытуымыз қажет, яғни араластыруымыз қажет. Видеода көрсетілгендей жасаймыз. Әрбір 5 минут сайын міндетті түрде. Бұл не үшін қажет десеңіздер, өйткені пеште гранола жаңағы біркелкі пісіп шығу үшін, әдемі түсте шығу үшін осылай жасап отыру керек. Мысалға әртүрлі пештер болады. Кейбір пештер қатты қыздырады. Барлық пештер негізі жаңа пісірген кезде граноланың шет жағындағылар күйіп қалып жатады. Сол себептен де мен сияқты осылай әрбір 5-7 минут сайын араластырып отырыңыздар. Сол кезде керемет болып шығады. Солай араластырып болған соң пешке саламыз. 5 минуттан соң қайтадан шығарып дәл осылай араластырамыз. Одан соң қайтадан пешке салып осылай 30-20 минуттай пісіреміз. Әрбір 5 минут сайын араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Маған гранолаға әртүрлі жаңғақтар салған ұнайды. Менде мында миндаль, орех бар және де кәдімгі грек жаңғағы бар. Соларды мен пышақпен ұсақтап турап шығамын. Сіз өзіңізге ұнайтын басқа да жаңғақтарды салсаңыз болады.
Мінекей қараңыздар, біздің гранола дайын 30 минут бойы пеште әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді оның үстіне мен өзімнің қалауымша шоколад саламын. Егер сіздерде әрине шоколад болмаса салмай қойсаңыздар болады. Бірақ салып көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Және де қалауымша әртүрлі жаңғақтарды саламыз. Және де менде кунжут бар, соны да саламын. Жақсылап араластырамыз, суытып қойымыз керек. Гранола толықтай суығаннан кейін барып, біз оны басқа да контейнер, әртүрлі банкілерге салып сақтаймыз. Мінекей достар, біздің гранола дайын. Таңғы асқа йогуртпен, сүтпен араластырып жесеңіздер өте керемет, дәмді және де біздің ағзамызға пайдалы. Күні бойы энергияға толы болып жүресіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта әлі де көп рецепттер болады. Сіздермен болған Гүлжанат, менің каналыма тіркеліп, және де Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Қош, сау болыңыздар.